Даусыз қауырсыз қорқылып кетті. Земраны бояп кетті. Біздің бақта қылмыс болса айғақ іздей бастайсың. Бағытты дұрыс табасың. Шерлок-як Гермиона қасында қылмыскерлер құтылмас. Дәлелді тез табады. Шерлок-як орта бойлы ақылды қылмысты болашады. Әділетті орнатады. Шерлок-як. Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Кірпінің мазасын алған кім? Кіре бер, Гермиона, есік ашық. Шерлок, Гермиона, мен мұндамын. қайдасың? Екінші қабатта. Шерлок. Ай, Шерлок. Есікті сыртқа қарай ашсаң болмас па еді? Екі жаққа бірдей ашыла беретін есік көріп пе едің? Кешірім өтінем, Гермиона. Шамасы шатасып кеткен секілдімін. Тісің ауырып тұр ма, Шерлок? Ауырып тұр дегенде жай сөз. Соңғы 2 күннен бері жаным тісімнің ұшында. Маймыл мен сырқаттың туралы кеңестің бе? Ол туралы ойлаушы да болма. Тіс дәрігеріне бармаймын деп ант суын ішкем. Қашаннан? Сол маймыл дәрігерге соңғы рет барғаннан бері. Ауыртты ма? Жоқ, бірақ ауыртуы мүмкін. Ақмақ болмасаңшы. Бүгін ешқандай тергеу ісі жоқ. Қайта тісіңді емдетіп аласың. О? Шерлок-як тыңдап тұр. Көзді ашып жұмғанша жетемін. Күте тұрыңдар. Дәрігер маймыл күте тұрады. Кірпінің үйіне бір қорап жарылғыш зат тастап кетіпті. Тым болмаса ауырғанын басатын дәрі берейін. Ай. Бәрі дұрыс па, Шерлок? Пайымдап көрейін. Кірпі гольф ойнап жатыр. Ой, осындайда ойын бола ма екен? Шерлок, келдің бе? Қайырлы кірпі. Не болғанын айтшы. Таңнан бері бір доптың біреуінде сау алмадым. Үсті басым қышып, сонымен әлекпін. Бәрі ана қораптың кесірінен. Қорапты ашып едім, үстім қыши бастады. Ішінде не бар екен? Түкті түсінбедім. Ішінен ештеңе шыққан жоқ. Расында да ішінде ештеңе жоқ екен. Мынаған қара. Мекен жайды сүйік қаламмен жазыпты. Сол жақтан оң жаққа қарай ағып кетті. Жазуды кім жазса да ағызып жіберіпті. Шамасы солақай жан болса керек. Гермиона, саған не болды? Білмеймін, ерсі көрінетін шығар, бірақ... Мен де. Біргелер, бәрі осыдан екен ғой. Қорап бүргеге толы болған. Қозғалма, Шерлок, оларды таптап тастайын. Жоқ, аса құрметті тәлімгерім әрбір тірі жәндіктің өмір сүруге хақысы бар деген болатын. Шабанда бос қалдыруға болмайды, жас шәкірт. Оған да біргені жауап беретін боласың. Қара, оларға жамандық жасамайтынымызды түсініп жатыр. Жақсы болды. Рахмет сендерге. Енді алаңсыз ойнайтын болдым. Ал біз бұл қылмысқа қатысы барларды сұраққа алайық. Сендер қайдан келдіңдер? Қасқырдан? Аха. Жақсы, енді қораптың ішіне кіріңдер. Кеттік, Гермиона. Жүр, қасқырға барып келейік. Одан кейін тіс дәрігеріне барамыз. Ол туралы ойлаушы болма. Тісімнің ауырғаны басылып қалды. Ау! Кешір. Тура ауырған тіске тигенін қараш. Оған емес. Екінші тісіме тиіп сол қақсап жатыр. Ау! О, Шерлок, өмірім өкінішке толды. Қойшы, саған не болды, қасқырау? Түсінемісің, кешеден бері көңілім жабырқап өмірден баз кешіп отырмын. Көрініп тұр. Не болып қалды?
Жан достарымнан айырылып қалдым, бүргелерден. Мына кішкентай достарыңды айтып тұрсың ба? Жарқындарым, сендерді сағынып кеттім. Қандай керемет, жүрегім қайта соққандай болды. Сен үшін қуаныштымыз. Бірақ бізге мынаны айтшы. Сенің бүргелерің кірпеге келген қораптың ішінде қайдан жүр? Жауап бер. Кеше түнде қайда болдың? Қара перде аспанды жаба салысымен ақ тәтті ұйқының құшағына батып кеттім. Тоқтаңдар, ұлитын уақыт болыпты. Содан кейін ұйықтап қалдым. Тұрсам достарым қасымда жоқ, өдекте ештеңе көргенім жоқ. Ұйқымның қаттылығы соншалық қасымнан бір жылқы шауып өтсе де сезбеймін. Мына тарақсыздікі ме? Жоқ, менікі емес, ешқашан таранған емес. Бүргелеріме таранғаным ұнамайды. Ұйықтап жатқанда біреу тарақпен бүргелерді алып кетуі мүмкін бе? Бұл не масқара? Бұлай сөйге кімнің дәті барды? Бұл кірпе бұл қылығынан шыдам мәбден таусылды. Қылмыс себебі осы болуы мүмкін, Гермиона. Гольф топтарының ары бері ұшқанынан көршілері әбден шаршаған деп ойлайсың ба? Дәл солай. Гольф топтары бақшама келіп түскен сайын жүрегім қағайырлы жаздай. Көріскенше қасқыр. Сонымен, Гермиона, бұл жағдай туралы не ойлайсың? Қылмысты қасқырдың істеуі мүмкін. Себебі ол кірпіге қатты ашуланып отыр. Ауру түсінен қалай құтылсам екен? Егер тіс дәрігеріне баратын болсаң, тез арада сырқаттан құтылар ек. Тағы бастады ма? Кешірім өтінем, пошташы мырза. Тағы бастады дедіңіз бе? Осы жерден өткен сайын гольф тауып, бетіме тиек, ерніме тиек, тұмсығыма тиек. Түсінікті. Айтыңызшы, бүгін таңертең кірпінің үйіне ештеңе апармадыңыз ба? Ойлап көрейік, қорап, дорба, тағы басқа заттар. Дәл солай, түйеден келген қорап болған құдайым-ай, ол ақпаратты дәптеріме жазуды ұмытып кетіппін. Сиясы таусылып қалыпты. Өзі еске көнеден қалған сүйік қалам еді. Менікін алыңыз. Рахмет. Рахмет. Оқашы, ештеңе етпейді. Сау болыңыз. Пошташы қоқиғасының қаламын байқадың ба? Егер сиясы бітіп қалса, ағатындығынан. Пікірің орынды, Гермиона. Ал қазір түйеге барып келейік. Шерлок, бетіңнің ісіп кеткенін байқадың ба? Ол туралы айтушы олма. Қайырлы таң, түйе мырза. Қайырлы таң, Шерлок. Кешіріңдер, сендерге қандай көмек керек? Біз мұнда сұрақтармен келіп отырмыз. Пошташыға кірпіге бер деп қорап бермедіңіз бе? Не деп жатыр? Пошташыға кірпіге бер деп қорап беріп бедіңіз? Иә, солай, пошташыға қорап бердіңіз бе? Әрине, бөләніме де ыстық су бар бөтелке беріп жібергем. Сонда кірпіге емес пе? Кірпіге не үшін қорап жіберуім керек? Соның кесірінен зуқ дейді. Соның шәне гольф достарының кесірі. Көрдіңдер ме? Шатырымда шырық тесік қалды. Кешегіде жаңбыр жауса тағы ауруым мүмкін. Мынау расында да ашуды келтіреді екен. Осындай жағдайдан кейін дәптеріңіз былғанбағанда қайтсын. Не дегенін түсінбедім. Қаламыңыздың сиясы дәптеріңізді былғап тастапты деп жатыр. Жоқ. Көрсетіңіз. Мынаған қара. Рахмет. Сіз оңқайсыз ба? Не болды? Ештеңе. Қызық болған соң сұрағым келді. Гермиона, қылмыскердің кім екенін таптым. Не дедің? Қылмыскердің кім екенін білемін дейді. Сен қалай ойлайсың, жас детектив? Егер назар салып қараған болсаң, бәрін анықтағаныңа сенімдімін. Ендеше бәрін бір қайталайын. Кірпінің гольф ойнауын тоқтату үшін белгісіз жан оған қорап толы бүрге салып жіберіпті. Қылмыскер қораптың сыртын сол қолымен жазған, ал қаламның сиясы ағып кетіпті. Кірпінің гольф ойнауына қарсы болып жүрген 3 күдіктінің бар екенін байқадыңыздар. Сонымен қылмыскер кім? Қасқыр ма, пошташ қоқиғас па, әлде түйе ме? Ақыр бәрі анықталды. Сен қасқыр. Оржаққа бұрдық, келіп, тосты. Шерлок? Бәрі оп-оңай. Сен қасқыр кірпіге қорап толы бүргені жіберу арқылы оның сазайын берер едің. Алайда бүргесіз өмір сүре аласың ба? Олай деп ойламаймын. Сіз түйе мырза, сізде сиясы ағатын қалам бар. Алайда сіз оңқайсыз. Бізге қажет қылмыскер солақай. Қорап сыртынан табылған боя өздері секілді. Сіз секілді солақай. Пошташы қоқиғас, себебі нағыз қылмыскер сізсіз.
Сонымен бүргелерді теріп алу үшін ұйықтап жатқан қасқырдың құйрығын тараған сіз болатынсыз. Содан кейін бүрге толы қорапты кірпіге жіберіп, оның мазасын қашырып, гольф ойнағанын тоқтаттыңыз. Бірақ қорапты сол қолыңызбен толтырған кезде жазудың сиясы ағып кетті. Сөйтіп, із қалдырдыңыз. Дұрыс айтасың. Мен істедім. Гольфті бетіме де тұмсылмады, тіпті басыма да тиді. Оны қинағым келмеді, бар болған тоқтатқым келді. Не десеңіз де жазаңызды өтеуіңіз керек. Босқа үреленбе, мені қуып жете алмайсың. Кеттім, қаштым, ұштым. Әй! Мынау мен түсін ғой. Ақыры тісінен құтылдым. Сізге алғысым шексіз. Бірақ өкінішке қарай жазаңызды өтеуіңіз керек. Жақсы. Сонымен қатар енді Кірпі мырзаға гольф ойнаудың жаңа тәсілін ойластыруымыз керек. Ай! Тісің әлі ауырып жатқан сияқты. Меніңше сау түсім түсіп қалған секілді. Иә, ұмытып кетпе. Тігіп болған соң менің аулама барып, аспандағы жұлдыздар секілді шашылып жатқан гольф топтарын жинай сал. Дұрыс айтыпсың, Гермиона. Тіс дәрігеріне бару мен ойлағандай қорқынышты емес екен. Айттым ғой. Үстінде әлі біреуге бар ма? Білмеймін, қыши береді. Қаласаң дәрігер Бекиге алып барайын. Жоқ, бәрі жақсы, рахмет. Бұны мен не дегім келіп тұр? Дәрігерге көрінгенді ұнатпаймын. Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Редакторлары Бақыт Күләбішева, Мөлдір Мырзабекова. Аудармашылар Ұлдана Әлімбекова, Индира Әбілқасымова. Дыбыстағандар Мәжит Асан, Жәнібек Жақып, Жазира Асан. Дубляждың режиссері Ерлік Боранбаев. Дыбыс режиссері